Қалайсыңдар, достар? Алихан мен Аслайдың достары. Бізге қош келдіңдер. Міне бүгін қазір Аслай мына ойыншықтарын көрсетеді. Я, Аслай? Я. Давай. Аслай? Сен қай ойыншықтан бастайсың? Мына ойыншықтан бастайсың. Давай, баста. Маған мама мен папа сатып берген осындай сумкасы. Сумочка, но еще замога бар. Астына асып көрсет. Сумка ғой. Арқаны ас. Міне Аслайнан қарандар. Міне осындай сумканы біз Аслайға бұны папасы екеуміз сатып бергенбіз, е? Бұл? Оны наны семейден сатып берді. Семейден сатып алғанбыз, е? Енді кукладан маған мама заказ берді. Андағы реборн кукла. Шашы ұзын болған. Бұны Қытайдан заказ бердік біз. Қытайдан заказ бердік. Қане түрін көрсет. Әдемі көлегі, аяқ киімі болған, е, бұның еще? Аяқ киім қайда киім білмеймін. Біз бұны сөйлейтін деп заказ бергенбіз, бірақ бізге сөйлемейтін салып жіберіпті, е, осындай. Енді осындай мысық. Маған жаңа жылда маған берген осындай аязата осындай мысық берген. Бірақ бұрын сөйлейтін болған, батарейкасы істемей. Енді батарейкасы істейді мұны? Нәре батарейкасы бар? Айтса сөзінді қайталайды, е? Осан батарейка салып давай, Алиханды ойнатайық. Бір жерден соқсан, бір нәрсе істейді қой. Я, не трогай меня, деме, бір нәрсе айтатын, е? Ты плохой деп сөйтетін, е? Білесің бе? Ой, ничего не Бұны біз саған қашан алып бердік, Аслай? Бұны былтырмадың жылмай, е? Новый годта алып берсік қадем, е? Подаркіге папа екеміз. Не осындай. Достар, Аслай мен Алиханға лайк басып отырыңдар, е? Міндетті түрде лайк басыңдар. Мына ойыншықтары ұнаса, астына сендерге қай ойыншық ұнап тұр, соны жазыңдар. Че там? Келесі осындай. Маған папа мен мама осыны сатып берген міне. Қараңдар ойнағанға. Бұл кәдімгі кішкентай бопа, е? Міне осындай. Мен сәл жұмсақтау міне. Мен ойнап жүрмін. Осы келесі бізге мысық. Бұл жұмсақ мысық. Кити ғой, Кити, Мұрынын боя қотты. Наны кім берген білмеймін әйтеуір. Подарки еме бірнәрсе келді ғой деймін, е? Мен білмеймін. Біреу берген сияқты ма? Мен де ұмытағаппын. Пикачу. Пикачу. Пикачудың осыдан кішкентай болған, е? Помнишь, как брелок сияқты? Я, оны мен сақтадым. Ал андағын? Наны бір жерден сатып алғым қойдым. Есімде жоқ. Сатып алып бек? Есімде жоқ. Мен де че-то ұмытағаппын андағын. Наны или біреу подарки берді ма? Осындай жабысатыны бар, е? Мен жабыстырып қояды. Бір жерге бетіп. Бір жылдары Пикачу хит болды емес пе, сол кезде алғасын, е? Қазір уже Пикачудың да уақыты кетті. Келесі? Келесі осындай кукла. Әдемі кукла, е? Қарандар, көлегі қандай. Қарандаш, прям күшті, өзі аппақ, әдемі, шашы бәрі. Шаш алба жылы болып кетті енді. Шашын потом тарасауымыз. Ар жағын қарандар, не? Ана еще бір нәрсе шығушы ма еді адам, бір нәрсе музыка, бір нәрсе ойнаушы ма еді? Тұр ғой. Бір нәрсесі бар андағының. Бұны кім алып берді саған? Оны маған апай берді ауылда. Біз енді ауылдаға бармаймыз. Нағаш апа берді, е? Нағаш апа берді. Нағаш апасы ауылда тұрған, апасы қазір көшіп келді, е? Сосын енді қазір ауылға бармаймыз деп айтып тұр. Мұнан нағаш апа неме қай кезде беріп еді, Аслай? Оны мен нары кукланы апардым ғой. Сол кезде маған берген Арнұр мен Алиханға
неме трактор берген. Андай үйректер бар, қаздар бар, соны берген. Иә, дұрыс айтасың, аха. Енді сен мыналарды аккуратно жинап қойсаңшы, былай көрсетіп. Бүйтіп. Қой. Так. Мен потом осыны ойнаймын, потом. Айтқандарыңды нараға қой, дізіп. Аха, сол жерге. Келесі мына шашы бір аяғы түсіп қапты. қайсысы? Енді мынау бар ғой, бірақ шында да сен туғандағы ойыншық болған. Нана нағаш апам берген. Сен туғанда берген аха нағаш апам. Содан сен осымен ойнадың, кішкентай күнде нан құшақтап жүретінсің. Мен бұрында ана мешітке барғанда, фонтанға барғанда құшақтап жүгіріп, құшақта ойнайтынсың, осыны жақсы көретінсің. Бір аяғы сынғапты өкінішке орай. Үйде болса алып тік қою керек еді. бірақ оны қалеген білмеймін. Бетін бәрін шимайлап сапсын. Бірақ әдемі жақсы кукла. Осындай арыстан. Арыстан. Мана бұрында алдық қойдым. Өзімен өзі үйде бар қойдым. Арыстан. Наны да ұмытып қаптым, мен қайдан келген ойыншық еді. Бірақ енді осындай күшті, мягкий. Мені мана бұрында туған күнде мен 5-те туғанда берді осыны. Есімде жоқ. Маған осындай жұмсақ ойыншық. Маған анам кім берді? Өзін апам берді ғой дейме? Алматыға барғанда беріп беді. Алматыда барғанда Роза апам берді ма? Иә, Роза апам. Нанан несін бәрін бояп тастапсың, е? Көзін бәрін. Қараңдар. Сонда да әдемі болып тұр. Бірақ өзі жақсы ойыншық. Кішкентайлау, жұмсақ. Ал келесі. Мынандай дельфин бар, бірақ дельфинде мынандай жоқ болатын. Дельфин ғой. Дельфинде мынандай жоқ. Онда балық, иә? Балықсақ бір нәрсе. Нана маған апа алып берген. Апаммен Астанаға барғанда алып берді ғой, дейме? Апаммен Меруерт па біреу алып берді, иә? Апам ба или Меруерт па? Меруерттің әнем ба? Екеуі де алып берді. Екеуі қыдыртқан кезде саған осыны алып берді ғой, дейме? Әдемі екен, күшті. Қараңдар. Қараңдар, қандай күшті ойыншық кеше өзі жап және көріп жүрген, ежелер аздап болған қапты. Келесі бізде Хаги-Ваги. Иә, Хаги-Ваги. Ойбай, мынау Хаги-Ваги емес, мынаның аты кім еді? Кисимиси. Кисимиси, е? Біз Хаги-Вагині алған жоқпыз, ол көк болған, е? Тұрын қараңдаршы, осы қиын страшно еді. Осыны да былтыр ма алдыңғы жыл ма, е? Хит боп бәрі алды емес пе? Сен де жағаласып осыны алам деп, е? Палам. Осылай, Нана, біз өзіміз алып бергенбіз де саған? Осында енді ит. Мына итті қараңдар. Мына итті кім алып берді? Бұл қайдағы ит? Маған онам кім алды? Әйтеуір бұрында алып берді ғой деймін. Бұрында алып берді ғой деймін. Қалдық, е? Сөйлей ме, сондай бір нәрсесі бар. Жоқ, мынаған мама, мама еппін ғой, маған апа салып берген доппен, ана Реза мен Анна мен допты осыны алып берген. Сөйтті ме? Мен ұмыт қаптым. Ладно, келесісін айт. Келесі. Бізде осындай кукла. Бір қолы түсіп қаптым. Қара қыздың қолы түсіп қапты ғой. Бұны кім алып берді? Көзін бақырайтып. Бұрында маған ана біреу берді ғой, нүктесінде. Сейчас мынаны басында қарай. Осында музыка шығады екен. Наны басқасы нәрі. Келесі бір қолын тауып алайық анда. Бізде осындай атын қандай? Мынау кірпі. Кірпі маған. Оны маған нанам берді. Сахнадан шыққан соң осындай подарок берді. Нана берді ме? Апан алып берді ғой, бегіде. Апа алып берді? Апа алып берді? Жоқ, енді айыр берді ғой, айыр. Айыр екеуі келгенде, е? Апан сатып алды ғой, мен апам берді деп жүрмін бұны. Фиолетовый, е, қараңдар, күшті әдемі, тап-томпақ, осындай кірпі. Асылай конкурсқа биге қатысады ғой, Асылай. Сол кезде конкурсқа барғанда осыны подарка қылып келген апасы мен нанасы, е?
Ал давай қоқой енді келесі. келесің. Келесі бізде Келесі. бітті достар, почти біраз қалды, міне кішкене қалды. Қарап аяғына дейін көріңдер. Сосын лайк басыңдар, Асылайға тіркеліңдер, каналына подписаться дегенді басып тіркеліп алсаңдар, Асылайдың шығып отырған видеосын барлығын көретін боласыңдар. Енді осындай келсе аю. Аю. Бұға шешілет. Наны кім берді? Маған наным. Наны, наверное, сенің апаның үйіндегі ойыншық қойдың, ал кетпеппен сен осыны? Осыны әкеттім. Солай бәсе, сол үйде жеттің, апасын мен атасының үйінде жатқан ойыншық болған. Соны сіз алып кетіпсің ғой. Келесі ойыншық, қарандар, мына үлкен аю. Наны, қарандар. Наны Асылай туған кезде Сәуле апайым алып берген. Сәуле апайым. Мен кішкентай кезінде туғанда осыны Сәуле апай берді. Сәуле апайым ол түсір Асылай. Отыр. Сәуле апайым қазір жоқ. Ол кісі қайтыс болып кеткен. Бірақ Асылай бар кезде осыны сол кісі әкеп берген, Сол кісіден бізге апам қараңдар қандай күшті ойыншық, Әдемі үлкен, ең үлкен ойыншық осы жерде тұрған. Бірақ Асылайда ойыншық жетеді. Мына жерде жиналып тұрған ойыншықтардың бірі. Жиналып тұрған ойыншықтар. Бұл Асылайна міне. Нөре ойыншығын қараңдар. Мына ойыншығын Асылай бетін бояп тастапты. Сендер де осылай бояйсыңдар ма ойыншықтың бетін? Асылай қалаға бояп тастаған қараңдаршы. Шашым болып артын сөйтіп қапты. Енді бұл ойыншықты бір жақсылап сияқты ойыншықтардың беттерін жуып қою керек. Негізі өйтіп бояуға болмайды. Түгел әдемілеп дұрыстап ойнау керек. Түгел сен үшін сатып бердім мысалы үшін ойыншықтарды. Ал достар, Асылайдың ойыншығының бір кішкентай ғана үлкендер, еще тағы ойыншықтары бар, оның бәрі кладовкада тұр, көп ойыншықтары. Бізде осы жерде диванда жерге жинап қоямыз, күнделікті ойнап жүрген ойыншықтары. Асылай. Ал Асылайға лайк басыңдар, каналына міндетті түрде тіркеліңдер. Сосын Асылайдың осы сияқты қызықты неше түрлі видеоларын сендер ең бірінші болып көресіңдер. Сол кезде тіркеліп алыңдар, достар. Ал мына видеоларды достарына барлығына жіберіп қойыңдар, тоже олар көрсін. Сендерге қай ойыншық ұнады осы жерден қараңдар. Міне мен бүйтіп көрсетемін. Осы ойыншықтардан қайсы сендерге ұнады, соны комментарийға жазыңдар, маған осы ойыншық ұнады деп. Ал, всем пока, давайте келесі кездескенше.